Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмі өте керемет болып шығатын пирог жасаймыз. Бұл Франция мен Бельгияда өте танымал болып келеді. Ең алдымен жылы сүтімізге ашыт қымыз бен шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бөлек ыдысқа сары майымызды көпіргенше осылай вилканың көмегімен араластырып шығамыз. Үстіне шым-шым тұзымызды саламыз және де жұмыртқамызды осылай біртіндеп қосамыз. Содан соң бағанағы сүтімізді ішіне қосамыз, жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнымызды қосып, вилканың көмегімен араластырамыз, немесе миксердің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Қолмен илеудің қажеті жоқ. Содан соң осылай бетіне пищевой пленкамен орап, жарты сағатқа 2 есе ұлғайғанша қалдырамыз. Менің формам 20 см, осылай айналасын сары маймен жағып шықтым. Ал мынау менің қамырым осылай 2 есе көтерілді. Содан соң формама саламын осылай. Жан-жағын осылай қолыммен жөндеп жіберемін. Енді біз начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына бізге салқын сары май қажет және де қант қажет. Екеуін жақсылап араластырып шығамыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Енді бізге сушидің таяқшалары қажет болады. Осылай қамырымызды тесіп шығамыз. Сушидің таяқшасы жоқ болса, саусағыңызбен тессеңіз де болады. Начинкамызды осылай домалақ етіп, бағанағы тескен жерлерімізге саламыз және де қалғанын осылай үстіне домалақтап қойсаңыздар болады. Осымен біздің пирогымыз дайын. 180 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Енді үстіне менде осындай сливки 200 грамм 10%-тен 33%-ке дейін сливки қолдансаңыздар болады. Осылай 200 грамм сливкидің барлығын құйып шығамыз. Содан соң духовкаға тағы да бір 5-10 минутқа салып аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын, дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.